Ассалаумалейкум достар, Автолайк каналының кезекті шығарылымы. Бүгін біз Шымкент қаласындағы Жұманов атындағы автокөлік базарындамыз. Осы арада тұрған жүрілген автокөліктердің бағаларын сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Біздің әрбір шығарылымды бағалап, видео соңында ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұранамыз. Бүгін екі шығарылым шығатын болады бұйыртса. Біреуі газель көліктеріне, екінші осы жеңіл автокөліктерге. Біздің екі шығарылымды қарап, WhatsApp чаттардан таратып, қолдау білдіріп жіберсеңіздер. Lada Priora универсал іздеп жүрген кісілер болса, 2012 жылғы 1.6 телефон нөмірі көрсетілген көліктің. Полулюкс кондермен көлік. Қыстық баллондарда 163 Самара облысының көлігі. Егер кімде-кім универсал қарап жүрсе, сіздердің назарларыңызға. Сатылымда Mercedes S350 тяк көлік. 2002 жылғы 3.2 мотормен 4 миллион 500 мың теңге сұрап тұр. Автомат коробка. Телефон нөмір тұр, егер кімде-кімге қызық болып жатса хабарласып көрсеңіздер болады. Қыстық баллондар. Сол жақ крылоның лагы сәл көшкен. Оң жағы да дәл солай. Егер кімде-кімге қызық болып жатса, хабарласып көрсеңіздер болады көлік бойынша. Минивэн сұрап жүрген жігіттер армениялық учетта, бірақ сары нөмір алған. 2006 жылғы минивэн тұр, 2 куб. Бағасы 3 миллион 500 мың теңге дейді. Телефон нөмір тұр, егер кімде-кімге қызық болып жатса, хабарласып көрсеңіздер болады. Баллондарда көлік. Универсал көлік сұрап атқан жігіттердің назарына Audi S4 тұр, универсал. Көлік 92 жылғы 2.8 мотормен 2 миллион 600 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Автомат коробкаде көлік. Кішігірім жұмыстары бар енді сыртында. Жыл жаңа көлік болмағаннан кейін енді ондай көліктерді майда шетесін түртіп айта берудің де өзі дұрыс емес деп ойлаймын. Хабарласып көрсеңіздер болады көлікті. Сатылымда 124 Mercedes тұр. 93 жылғы көлік, 2 литрлі мотормен 2 миллион 600 мың теңге дейді. Телефон нөмірі автоматта. Көлік сыртқы жағдайы жақсы, машинаның қыстық баллондарда. Ешқандай кем-кетіс жер жоқ көліктің. Родной дисктер 124-тің. Хабарласып көріңіздер, машинаның жалпы сыртқы жағдайы жақсы. Сатылымда Volkswagen Passat B4 көлік 94 жылғы 1.8 моноприск 2 миллион 200 сұрап тұрған бағасы. Телефон нөмір тұр, егер кімде-кімге қызық болып жатса, осы телефон нөмірге хабарласып білсеңіздер болады. Қыстық баллондарда көліктің сырты бойынша ешқандай жасайтын жер жоқ. Салонын түсіріп жіберейік. Жаман емес, ішкі жағдайда. Басқа қаладан көріп отқан жігіттер болса, телефон нөмірінен толық ақпарат сұрап білсеңіздер болады. Альфард сұрап отқан жігіттердің назарына Альфард тұр, 2010 жылғы 2.4 така. Телефон нөмірі көрсетілген, бағасы 7 миллион 700 мың теңге дейді сатылымдағы бағасы. 7 орындық Альфард жақсы жағдайда көрініп тұр. Қыстық баллондар. Бізде Альфард іздеп жүрген жігіттер болса, қарап көрсеңіздер болады. Шымкентте тұр, автокөлік базарда. Қыстық баллондармен. Тағы да Альфард сатылымда. Леворульный 2005 жылғы 3 куб, так 6 миллион теңге сұрап тұрған бағасы.
Телефон нөмірі тұр, егер қызық болып жатса, хабарласып көрсеңіздер болады. Қыстық баллондарда көлік. Өткен шығарылымда ВАЗ көлігін сұраған жігіттердің қарасы көп. Лада Приора жігіттердің назарларыңа 2013 жылғы 1.6 мотор, так 2.100.000 теңге дейді. Телефон нөмірі көрсетілген. Егер кімде-кімге қызық болып жатса, осы нөмірге хабарласып көрсеңіздер болады, жалпы көлік бойынша. ВАЗ 2115 сатылымда пятнашка, қазақстандық учетта. Родной краска дейді. 2011 жылғы 1.950.000 теңге дейді. Телефон нөмірі көрсетілген. Егер кімде-кімге қызық болып жатса, хабарласып көрсеңіздер болады. Сол жақ артқы есікте миатина бар. Сәл майысқан көліктің. Сол жақ артқы есігінде. Кімде-кімге қызық болып жатса, телефон нөміріне хабарласып көрсеңдер болады жігіттер. Chevrolet Orlando тұр. Көлік 2015 жылғы 1.8 7.500.000 теңге сұрап тұр. Механикада 140.000 пробег жүріп өткен жолы деп жазып қойыпты. Қыстық баллондарда көлік. Негізі осы көліктер көбінесе жақтыра бермейді. Неге десеңіздер, ода Chevrolet Cruze легковой машинаның мотор коробкасы орнатылған. Сол себепті бұл көліктің автомат коробкасын көбінесе сұраныстан шығарып тастаған қазір адамдар. Негіз механикасы жоқ, былай жақсы жүреді көлік. Volkswagen Passat B3 универсал 1.8 моноприск 93 жылғы 1.450.000 теңге дейді. Сұрап тұрған бағасы, механикада көлік. Сатылымда BMW пятерка тұр, узкоморды. Көлік 91 жылғы 2.5 мотор 1.850.000 дейді. Блок редуктор, механикада. Айланғанда осы айлансын енді блок редуктормен 2.5. Пятерка іздеп жүрген жігіттер болса, қарап көрсеңдер болады. 124 Mercedes тұр, сатылымда жігіттер қазір саудаласып жатыр. 94 жылғы плита мотор, 2.2 автомат, 2.200.000 деп тұр. Автомат коробкада қазір сауда болып жатыр. 1.600.000 теңгеге көлік бағаланып жатыр. Хабарласып көріңіздер, егер сатылып кетпесе, алсаңыздар болады. Қыстық баллондарда көлік. Жігіттер бізде осындай Шымкентте көрсетілген бағадан әлде қайда түсіріп алуға болады, егер саудасын келістірсеңіздер. 2.200.000 деп тұрған машина қазір 1.600.000-ға сатылып жатыр. Ләж болса саудаласыңыздар. Саудаласқанның еш ұяты жоқ. Өткен аптада пятерка бойын сұрап отқан жігіттер капля тұр. 98 жылға 2.5 2.800.000 дейді. Механикада көлік 8778 040 6901 телефон нөмірі. Қыстық баллондарда көлік. Сыртқы жағдайы жақсы көліктің. Кімде-кімге қызық болып жатса, телефон нөміріне қоңырау шалып сұрап көрсеңіздер болады. Тағы да бір Passat универсал сатылымда B4. Көлік 95 жылғы 1.8 бензин 2.650.000 теңге дейді. Срочно механикада көлік. Қыстық баллондар подарка. Автокөлікке дополнительно. Заводская биркалар орында, екі жақтында. Енді қанша дегенмен майда шүйде сырылған, жырылған жері болуы мүмкін. Енді оны өздеріңіз сатып алу барысында қарап көресіздер. Дополнительно қосымша подаркке беріліп отыр. Қазір салонда бермейді, білесіздер, бұндай дополнительный баллондар. Жаздық баллондарда тұр көліктің өзі. Қыстық баллондар, қосымша подарка. Салоны көріп тұрғандарыңыздай тап-таза. Басқа да білгілеріңіз келген ақпаратты көрсетілген телефон нөмірден сұрап білсеңіздер болады.
Volkswagen Passat B3 қатарынан 4 Passat тұр, барлығын түсіріп шықтық қазір. 93 жылғы бұл Passat 1,8 миллион 800 сұрап тұрған бағасы, механикада көлік. Қазір мұны сатып алушылар келіп майын тексеріп көріп жатыр. Сатып алу әрекет жасап қарап жатыр. Қыстық баллондарда көлік. Негізі Volkswagen автокөліктердің ең бірден бір ауыру ручка. Новыйдан салынған ручкалары. Қыстық баллондар. Салоны. Chevrolet Nexia сатылымда. Қыстық баллондармен. Телефон нөмірі ғана көрсетілген, басқа ешқандай қосымша ақпараттар жоқ көлікте. Көлік сатушылар егер мүмкіндік болса, толық ақпарат қалдырып кетсеңіздер. Toyota Camry 30 сатылымда. Жігіттер 2002 жылғы көлік. 3 куб автоматта. Телефон нөмірін қалдырдық, егер кімде-кімге қызық болып жатса, қыстық баллондарда. Көлікке кішігірім сыртында жасайтын жерлері бар. Крылосын, бамперін бояп, полировка басу керек полный. Chevrolet Spark жаздық баллондарда. Қыз келіншектерге қарап көрем дейтіндер болса, көлік 2011 жылғы корейский сборка, 154 мың жүріп өткен жолы, 3 миллион 900 мың теңге. Автомат коробкада. Сатылымда Chevrolet Nexia. Наклейкалармен 2014 1,5 3 миллион 300 мың теңге. Механикада көлік. Қыстық баллондарда. Nexia сұрап атқан жігіттердің назарына. JM Motors Nexia деген наклейка круговой. Сатылымда Toyota Alphard 7 орындық минивэн 2005 жылғы көлік. 3 литрлі моторымен 7 миллион 200 мың теңге сұрап тұрған бағасы бұл көліктің. Бұл көлік жаңа болса біраз уақыттан бері тұр. 1-2 базар болып қалып тұрғанына. Alphard. Toyota Corolla сатылымда. 2007 жылғы 1,6 мотормен 5 миллион 600 мың теңге. 245 мың 200 жүріп өткен жолы. Робот коробка. Бұл көліктердің коробкасы өте әлсіз болады. Негізі робот коробканың максималды жүру жолағы 180 мың пробегтен кейін бір рет ашып периода корзинасын ауыстыруға тура келеді. Оны ашып жауып ремонты кругом запчасымен 250 мың теңгедей кететін түгіл осыдан 2-3 жыл бұрын. Қазір енді озанда қымбаттаса керек. Іздеп жүрген кісілер болса, телефон нөміріне хабарласып көрсеңіздер болады.